Қытайдың саясатына қарсы, Қытайдың саяси элитасына қарсы, Қытай компартиясына қарсы қаншама мыңдаған қытайлар жүр. Шетелде, тіпті өзінің мемлекетінде, Қытайда. Дәл сол шетелде жүрген аппай сенері қытайларды апарып, жаңағы сол елдің адамдары апарып соттап жатқан жоқ. Ойбайда сен біз Таиланд пен Қытайдың ортасына от салыпсың, Япония мен Қытайдың ортасына, яки болмаса Корея, яки болмаса Америка мен Қытайдың ортасына от салып қойыпсың деп соттап жатқан жоқ. Бізде қазақта бір серік Жанбіләш бар. Тіпті Орта Азия бойынша бір серік Жанбіләш бар дейді. Ықпалды. Қытай компартиясына қарсы, Қытай компартиясының мынау саясатына қарсы үгіт насихат жүргізетін бір серік Жанбіләш бар. Өзбекте ондай жоқ, мына қырғызда жоқ, қазақтан шыққан. Сол сияқты халықарада тіпті таза ұлты Қытай, Қытайдың компартиясына қарсы, Қытайдың саясатына қарсы айғайда аттанды салып жүрген қаншама Қытай аппай сенерлер бар. Соның бірі Ван фамилиялы осындай. Жарайды. Енді осыдан болатын болса, Қытайды жерден алып жерге салып, түптік ұятына дейін жетіп, жаңағы Қытайдағы болған ылық пен былықтың бәрін ашалап отырып, айтып, дабыра қылып отырады. Тіпті Қытайдың ішкі әлеуметтік желісінде, мынау Қытайлар ішкі Қытайдағы, білесіздер, TikTok негізі Қытайда емін-еркін қолдануға болмайды, бірақ VPN арқылы қолданылатын ішкі Қытайдағы жаңағы таза Қытайлар бар. Солар осыны тыңдайды, осының үгіт насихатын тыңдайды, осы адамдар арқылы саяси сауатын арттырып отырады. Осы сияқты Қытайдың жаңағы саясатына қарсы шетелде тұратын Қытай аппай сенерлері мен Қытай зиялылары өте көп. Оны өзінің тұрғылықты жері, тұрғылықты елі ешкім оны соттап жатқан жоқ. Ойбай, сен Америка мен Қытайдың арасына от салып қойыпсың, Корея мен Қытайдың арасына от салып қойыпсың, Япония мен Қытайдың арасына от салып қойыпсың деп, ұлт араздықты тудырыпсың деп ешкім ешқашан оларды соттап жатқан жоқ. Біз енді Қазақстан тәуелсіз мемлекет, тәуелсіз елміз. Қай бетімізбен енді жаңаға Қытай компартиясына қарсы ойын белсенділігін танытып жүрген Әлнұр Тұрғанбайұлына бостандық сұраймыз. Наразылығын білдіріп жүрген, бірдеңені чаққан жоқ, қиратқан жоқ. Ең далада енді Қытайдың туыменен Си Цзиньпиннің портретін өртегені үшін қазір оларды соттап жатырмыз. Қай бетімізбен біз ол кісілерді соттаймыз? және адамдар бірнеше мырқымбай мен тырқым гүлдер отырып, ойбайда ойбай екі елдің арасына от салды деп бірнеше мырқымбай мен тырқым гүлдер. Ал Әлімнұр Тұрғанбайұлы Қазақстанның толыққанды азаматы, ешқандай күнәсі жоқ, жазығы жоқ, адам өлтірген жоқ, қыз зорлаған жоқ, қиянат жасаған жоқ. Тек жанбағыз күнкөрістің қамы үшін енді екінің бірі барып келіп жүр ғой. 1090 миллиондаған қытайларға Қазақстанға келіп жүр. Тіпті одан бетер қазақтың қызын қорлайтын, қазақтың жерін, елін қорлайтын сөздерді айтып жатыр. Үндемей қашып зытып жоғалады олар. Ешқандай да заңды жауапкершілік арқаламай да жатыр. Еш күнәсі жоқ, еш айыбы жоқ Әлімнұр Тұрғанбайұлын қазір Қытайда заңсыз тұтқындап отыр. Осыған наразылық білдіргені үшін неге біз ол адамдарды соттаймыз?